Қымбатты білім алушылар, 6-да екінші тақырып берілген санның процентін табу. Бірінші мысал есеп. Алманың 85% су, 4 кг алманың неше килограммы су. Бұл есепті екі түрлі әдіспен шығаруға болады. Бірінші әдіс пропорция әдісін қолданып көрейік. Бізге 4 кг алманы 100% деп алайық. Ал 85% x килограмм деп алайық. Енді пропорция әдісінен біз осылай көбейтеміз бағдаршалар арқылы. 100-ді x-ке көбейтеміз, 4-ді 85-ке көбейтеміз. 100x-тен 340. x-тен 340-ды 100-ге бөлеміз. x-тен 3,4 килограмм. Жауабы 4 килограмм алманың 3,4 килограммы су. Енді дәл осы есепті формула арқылы да шығарып көрейік. В тең А көбейтілген Б бөлінген 100. Бұл жердегі А дегеніміз берілген сан, ал Б дегеніміз осы берілген санға сәйкес проценттік мәні. В тең А дегеніміз берілген сан 4 килограмм, П дегеніміз 85%, 100%. 4-ті 85-ке көбейтеміз. 20, 32, 34, 340. 100-ге бөлетін болсақ, 3,4. Жауабы 3,4 килограмм су. Яғни екі әдісте де бірдей жауап шықты. Енді 1115 есепті көреміз. Бұл жерде пропорция әдісімен шығарып көрейік. Құлпынайдың 6% қант, 35 кг құлпынайда неше килограмм қант бар? 35 килограммды біз 100% деп аламыз. 6%-іміз x. Бағдаршалар арқылы көбейтеміз. 100x-тен 35 көбейту 6. 100x-тен 30, 18, 21, 210. x-тен 210-ды бөлеміз 100-ге. x-тен 2,1 килограмм қант. Енді екінші формула арқылы шығаратын болсақ, бізге берілген сан 35, осыны 6 бөлу 100%-ге тең. 35-ті 6-ға бөлсек, 30, 18, 210-ды 100-ге бөлеміз 2,1. Жауабы 2,1 килограмм қант бар. 35 килограмм құлпынайда 2,1 килограмм қант бар. Енді екіншісін шығарайық. Картоптың 18% крахмал, 25 килограмм картопта неше килограмм крахмал бар? Пропорция әдісін құрып көрейік. 25 килограмм 100% деп аламыз. Ал 18%-ті x деп аламыз. Бағдаршалар арқылы көбейтеміз. 100x 25 көбейту 18. x-тен 450 бөлеміз 100-ге. x-тен 4,5 килограмм. Енді формула әдісімен көрейік. Б тең А дегеніміз бізде берілген сан 25%, 18, 100 тең 450 бөлінген 100, 4,5 килограмм. Жауабы картопта 4,5 килограмм крахмал бар. 1124 есеп. Бағасы 420 теңге ойыншық машинелер 15%-ге арзандатылып сатылды. Балалар бақшасы 7 ойыншық машиналарын сатылған бағамен сатып алса
болса неше теңге үнемделеді? Пропорция әдісімен шығаратын болсақ, 420 теңгені 100% деп аламыз, ал 15%-ке арзандағанда x деп аламыз. Осы бағдаршалар арқылы көбейтетін болсақ, 100-ді x-ке көбейтеміз, ал 420-ны 15-ке көбейтеміз. 100x тең 420-ны 15-ке көбейтсек 6300. X табатын болсақ 6300 бөлу 100 x тең 63. Енді осы 63 теңгені біз 7 ойыншыққа көбейтеміз, 441 теңге үнемделеді. Жауабы 441 теңге үнемделеді. Енді 1128 есеп. Бұл жерде ауылдағы 620 үйдің 80%-інде ит бар, 50%-інде мысық бар. Ауылдағы неше үйде ит те мысық та бар? Ол үшін біз осы берілген сан 620-ның 80%-ін 0, 16, 48, 49. 100-де 2 0 қысқарып кетеді. Жауабы 496. Ит бар. Енді 50%-не мысық бар дейді. Тағы да осы 620 үйдің 50%-ін шығарамыз. 620-ны 50-ге көбейтсек 10, 30, 31. 100-ге бөлеміз. 310. Мысық бар. Ауылдағы неше үйде ит те мысық та бар? 496 ит, 310 мысық бар. Жауабы. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.